Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен, мен заңгермін. Бүгінгі видеода мен сіздерге осы 42.500 теңге пособияның заявкасын жібергеннен кейін сол заявканың статусын қалай тексеріп отыру керек екенін және оны қай жерден тексереді, қалай қарайды, соның барлығын мен сіздерге осы видеода айтып кететін боламын. Ең алдымен осы видеоға ары қарай өтпестен бұрын мен сіздерге бір өтінішім бар еді. Сіздер осы менің YouTube каналыма подписка жасап, негізі менің бүкіл видеоларымды қарап отырсаңыздар, бүкіл мен осы Қазақстан Республикасында қандай заңда өзгерістер болып жатыр, соның барлығын мен осы өзімнің YouTube каналымда видео ретінде салып, сіздерге халыққа осы түсіндіріп отыратын боламын. Ал енді осы біздің видеомызға өтетін болсақ, яғни 42.500 теңгенің статусын қалай қарау керек екендігін, онда негізі оны былай қарайды. Достар, сонда біз міне каждыйымыз өзіміздің телефонымызды алып, содан кейін барып осы Google-ға кіреміз. Google-ға кіргеннен кейін біз мына поисковикке жазамыз ең жоғары жағында. 42.500. Міне менде шығып тұр. Осы 42.500.еңбек.kz сайтына кіреміз. Сайтқа кіргеннен кейін міне біз главный сайттың главный страницасына кірдік. Төмен қарай түскен кезде міне отправить заявку. Мына соның астында проверить статус заявки деп тұр. Осыған басамыз, міне сіздерде иін жазу керек, содан кейін номер удостоверения личности жазуыңыз керек. Осыған байланысты мен өзімнің иінімді жазам. Міне мына жерде уже жазылып тұр. Иінімді жаздым. Енді менің номер удостоверения личности. Міне удостоверение личностьтің номерін жазғаннан кейін, содан кейін барып міне я не робот дегенді басасыз. Я не робот дегенді басқаннан кейін міне проверить деген тұрады ең астында, соған басамыз. Міне менде былай шықты. Статус заявки выплата 42.500 назначено. Если вы указали IBAN, деньги поступят в ближайший рабочий день. Если IBAN не верен либо не указан, то вам будет направлена смс с деталями дейді. Бұл получается маған осы жақын арада 42.500 теңге менің шотыма түседі. Егер мен заявкада, яғни телеграмда немесе 42.500 сайтынан жіберген кезде өзімнің шотымды дұрыс жазған жағдайда менің шотыма осы 42.500 теңге түседі. Ал егер мысалы мен заявканы жібердім, бірақ мен шотымды дұрыс емес жазған жағдайда сіздерге смс келеді, осындай IBAN шотыңызды дұрыстап жазыңыз деп. Сол кезде сіз сол 14.14-тен келеді сообщение. Сол 14.14-ке қайттан ответқа сіздер жазасыздар өзіңіздің шоттарыңызды. Сіз картаның номерін емес, шотын жазасыз. Осы номердің шотын жазғаннан кейін сіздерге 1-2 күннің ішінде уже 42.500 теңге пособияларыңыз уже түседі. Бұл негізі бір жағдай. Екінші жағдайларды айтатын болсақ, негізі қараңыздар, бұл жерде менде сразу осы назначено деп тұр. Сіздерде былай шығуы мүмкін. Осы пошагово айтатын болсақ, 1-4 шаг деп шығуы мүмкін осы жерде. Міне статус заявки деген жерде сізде былай шығуы мүмкін. 1-4, 2-4, 3-4, 4-4 деп шығуы мүмкін. 1-4 дегеніміз ол сіздің осы заявкаңыз ең басында жіберген, осы бір күн бұрын жібердіңіз, сіздің заявкаңыз енді қабылданып жатыр деген сөз. Ол көбінесе осы сіз бір компанияда жұмыс істеген жағдайда сол наемный жұмыстарға, наемный работниктарға сондай негізі 1-4 шағы ең басында шығады. Ал мысалы айтатын болсақ, сіздерде 2-4 болатын жағдайда сіздер осы бірінші шақты өтіп, екінші шаққа осы 12 сағаттың ішінде өтіп, автоматты түрде анализ деген болады осы мемлекетте. Осы автоматты түрде анализ бойынша сіздерге қаралады именно сол автоматический анализда. Ал сіздерде мысалы 3-4 деп шығатын жағдайда сіздің негізі сіз туралы электронный дело ашылады. Сол делода мысалы сіздің бүкіл IBAN шоттарыңыз, сонымен қатар сіздің бүкіл телефон номерларыңыз, сіздің иініңіз, соның барлығы сол делоға, электронный делоңызға сол жерге салынып қаралады. Содан кейін 4-4 деген шаг бар. Бұл негізі ең соңғы шаг. Бұл жерде мысалы сіздің пенсионный отчисленияларыңызды тексереді. Мысалы айтатын болсақ, сіздер ЕСП төледіңіз ба, төлеген жоқсыз ба, соңғы осы 12 айда сізде пенсионный отчисление болды ма, болған жоқ па, соның барлығы тексеретін осы 4-4 шақта. 4-4 шақтан кейін осылай сізде шығады. Мысалы менде шығып тұр ғой, міне выплата 42.500 назначено деп. Негізі осындай түскен кезде, міне ближайший рабочий день деп тұр, сізге 42.500 түседі. Значит, маған бүгін немесе ертең уже ақша түседі. Сізге мысалы 4-4-тен кейін шақтан кейін осылай шығатын болса, онда сізге смс келеді, неме IBAN шотыңыз дұрыс емес, дұрыстап IBAN шотыңызды осы смс-қа жазып жіберіңіз деп. Немесе сіздің шотыңызға уже 42.500 пособие ақшасы уже түседі.
Осымен біздің видеомыз аяқталды. Осы назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.